Қазақ айтады, ненің етін жесең, соған ұқсайсың. Қазақ ненің етін жейді? Көбінде жылқының етін жеген. Енді жылқының етін жегенде жылқының қасиеттеріне тоқталайық. Жылқы қандай мал? Жылқы қасиетті жануар, таза. Судың тұнығын ішеді, шөптің шүйгінін жейді. Суаруға жетектеп апарсаң, кешіп отырып ортасына барып, таза ағын жерінен су ішеді. Достық қарым-қатынас сақтайды. Өзімен қаны жақын нұрғашысына жақындаспайды. Бір үйірді бір айғыр қайырады, басқа айғыр келсе қызғанатыны бар, жолатпайды. Қыздың жетегіне берген буаз биенің ішінде кеткен құлыны туғаннан кейін бұрынғы өз үйірін тауып кетті дегенді естігенбіз. Не деген түйсік, не деген сезімтал десеңізші. Айта берсең қасиет жетеді, өте ақылды. Ал анау талпақтанауды жеуді қойып көрсе, біздің аталарымыз, әжелеріміз бетін басып қашқан ғой, атын да атамаған. Мінезін бәріміз білеміз, өзінің әшін өз жейді. Достық қарым-қатынас сақтамайды, керек десең өзінің тапқанынан артылады. Оны қойып мына қазақ сиырды да жемеген, көп өсірмеген. Сиыр сасық деген. Оған мысал мына Мөңкенің жыры. Қилы-қилы заман болар, қарағай басын шартан шалар, қатын би болар, сиыр пұл болар дейді. Пұл деп отырған ақша, сиырсыз жап-жақсы ақшаға бағаланатын заман келді. Бұрын құнсыз болғанын осыдан ақ білуге болады. Сонымен бүгінгі қазақ не жеп жүр? Адал жеп деп жүрген асы адал ма, таза ма? Өкінішке орай қасиетті деп жеп жүрген жылқысы қазір бұрынғы жылқыда емес сияқты. Өткенде жылқы бағатын бір досыммен әңгімелестім, жағамды ұстадым. Қазіргі жылқыларды көріп жаным шошыды дейді ол. Тұрған биеге кезек-кезек айғырлар кеп артылады дейді. Өз төсегін өзі жеп, өз несебін өзі ішіп тұрғанында шыққыр көзім көрді дейді. Сиырды да солай дейді. Енді қасиетті деп отырған жылқы екен, жылқы малының өзі жаңағындай күйде болса, қазақта не мінез қалды? Қазақтың адал деп жеп жүрген асы жылқысының өзі осындай қалды екен. Айналып келіп сол аты жаманмен қасиетсізбен бір жерде оттап бірге жайылғаннан болып отыр осының бәрі. Сынықтан басқаның бәрі жұғады деп жұққан да мінезі. Осылай қазақтан ғана емес, қазақ даласынан қасиет көшті емес пе? Қасиетсіздіктен бағы тайды ма деп ойлаймын. Сіздермен болған Нұрдәулет, Есеғазы, қазақ мінезі.